Сәлем баршаға, достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге өзімнің кезекті мастер-классымды ұсынғалы отырмын. Бір жасағаннан өте әдемі және де жұмсақ, керемет болып шығатын үй жағдайында пицца жасайтын боламыз. Өте керемет болып шығады, достар. Достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, реттеп ұнаса лайк, комментарий қалдырып, менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Ең алдымен, достар, біз ыдысымызға ыстық суымызды құямыз, сосын сүтімізді құямыз. Одан кейін біз майымызды құямыз. Яғни менде ол сұйық май. Барлығын құйып болған соң азырақ дрожь саламыз, яғни ашытқы салып, енді біз бір араластырып жібереміз де ұнымыздың жартысын саламыз. Жартысын салып, онды кішкене былғап, осылай біраз уақытқа қоя тұрамыз. Біраз 5 минуттан соң қайта ұнымызды салып, кәдімгі қамыр илеп, қамырымызды жылы жерге 20 минутқа қоямыз. Сонда біздің қамырымыз ашып көпсіп шығуы қажет. Мінекей, достар, біздің қамырымыз осылай 2 есе ұлғайды. Қараңыздар, өте керемет болып шықты. Мінекей, осылай барлығын қайырып болғаннан кейін мен оны 5 суалға бөлдім. Сіздерде де дәл осылай зуала шығу қажет. Менде осылай үлкен 5 зуала шықты. Бір пиццаның көлемі болады біреуі. Осылай енді жайып аламыз да, таза листімізге май жағып. Сосын қамырымызды біз жұқалап осылай жайып шығатын боламыз. Бір тегіс етеміз. Одан кейін үстіне мен кетчуп пен майонезді араластырып жағып шықтым. Дәл осылай сіздер де жағасыздар. Достар, келесі бізде мен колбаса және де огурцы сырты бетіне себетін боламын. Сіздер помидор, тәтті бұрыш қолдансаңыздар да болады. Менде осы заттар болғандықтан, осы заттармен пицца жасап жатырмын. Дәл осылай барлығын қалағандарыңызды әсемдейсіздер. Сырын мол сепсеңіздер, пиццаларыңыз керемет болып шығады. Мінекей, достар, менің пиццам дайын. Қараңыздаршы, өте керемет болып шықты. 180 градуста 5-7 минутта пісіріп аласыздар. Достар, реттеп ұнаса достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Сіздермен болған мен Санақ Алтынай.